Сәлеметсіздер ме? Мост в терабитию деген ана сказка туралы ғой ол. Сказка дегенде терабитию деген мына бала деген өз мектебінде буллингке тап болады, ана қорлайды деген сияқты ғой. Сонда бір новенький қыз келеді, ана баланы енді дос болады, иә. Сол екеуі қыдыр нетіп жақсы танысып, ана бала жақтырмай жүреді ана қызды, настроениесі жоқ, анау мынау. Содан кейін екеуі бір танысып, класстасы ғой, орманға барады. Орманға барғанда ана сказка айналып кетеді, фантастика, иә, күшті, енді фантастика болғанмен көп адамға ой береді, иә. Өте жақсы не. Сөйтіп екеуі жақсы араласып кетеді, иә. Бір уақыттары музыканың апай кеттік музейге барып келейік дейді, иә, ана балаға. Сосын бала музейге барып, мына қызды алмай кетеді, каким-то не сұрақ туындады, что-то қызды неге алмады деген сияқты. Сөйтіп музейден келгеннен кейін ана қыз дейтін ана бір айттым ғой, орманға олар веревка арқылы барып жүрді, жіп арқылы ана келесі неге. Сонда ол сол жіптен құлап басын тасқа соғып жүрі батып кетеді. Оны көрсетпейді әрине неде, кинода, бірақ ол бала қатты жылайды. Кино 2007 жылғы, иә, үлкен ой береді, жақсы кино, кәдімгі ойландырады. Бұл кино тиктокта атақты, кәдімгі тиктоктан қарадым, осы киноны көрейінші деп, иә, кәдімгі ой салатын кино, иә. Қараңыздар, кино жақсы, кәдімгі жылағыңыз келіп кетеді, иә, көзге жас келетін кино, иә. Сөйтіп, ол бір-біріне сыйлайды, айтпақшы, иә. Анау ит жақсы көрсе, ит сыйлайды, анау сурет салған жақсы көреді, неше түрлі краска неде сыйлайды, иә. Біліп жүрегімге жазылып, осы видеоға лайк басуды сұраймын.